Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше торт пісіретін боламыз. Аты эскимо деп аталады. Алғаш рет жасауым. Бір жасағаннан өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығады екен. Ең алдымен бисквитімізді пісіру қажет. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне 120 грамм құм шекерімізді салып, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Одан кейін 100 мг сүтті, 30 мг өсімдік майын құйып, тағы да араластыруымыз қажет. «130 грамм ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізіп саламыз. Сонда бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Ұнымыздың үстіне 1,5 ас қасық разрыхлительді, 20 грамм жүгері крахмалын және 30 грамм какаоны илеуіштен өткізіп, жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Дайын болған сұйық қамырды май жағылған диаметрі 20 сантиметрлік ыдысқа құйып, 180 градуста шамамен 40 минуттай духовкада пісіреміз. Бисквит піскенше заварной крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 100 грамм құм шекер, 1 жұмыртқа, 30 грамм жүгері крахмалын салып, венчикпен араластыру қажет. Үстіне 250 мг су құйып, араластыру қажет. Баяу отқа қойып, крем дайын болғанша араластырамыз. Қоюланып, бұрқылдап қайнай бастағанда отымызды өшіреміз. Кремді бөлме температурасында суытамыз. Міндетті түрде бетіне пленканы жабыстырып жауып қою қажет. Бисквитті духовкадан алып, формасынан шығарып, іші толықтай суығанша қоя тұрамыз. Бисквитті ортасынан 2-ге бөлеміз. Ыдысқа 200 грамм бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 100 грамм сгущенканы саламыз. Үстіне алдын ала дайындап алған заварной кремімізді салып, жақсылап тұрып, бір келкетіп араластыру қажет. Осымен крем толықтай дайын болды. Тортымыз жұмсақ болу үшін осылай кисточканың көмегімен сүтті жағып шығу қажет. Ал енді тортымызды видеодағыдай осылай жинап шығу қажет. Бисквитті салып, кремін жағып, 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. Торттың бетін әрлеу үшін 60 грамм сары майды жай отта ерітіп, бетіне 100 грамм шоколадты салып еріту қажет. Шоколадты торттың бетіне құймастан бұрын 10 минут суытып алайық. Содан соң торттың бетіне құйып, видеодағыдай шеттеріне жағып әрлеп шығамыз.
Міне достар, эскимо торты дайым болды. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Апта сайын жаңа рецептілермен бөлісетін боламын.